Баршаңызға сәлем, есімім Назира, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сізбен осындай бір керемет жаңа жылдық салаттың рецептісімен бөліскім келіп отыр. Бұл салатты жасау үшін аса көп нәрсе қажет емес. Мендегі тауықтың төс еті осылай майдалап турап дайындап аламын. Достар, видеомды соңына дейін қарап, менімен бірге осылай жасап көріңіз. Өте дәмді салат. Енді кезекте тұздалған қиярды осылай майдалап, тоже көбіктап турап дайындап аламын. Өте бір күшті дастарханның сәнін келтіретін салат. Міндетті түрде осы салатты жасаңыз жаңа жылдық дастарханға. Енді осы сарымсақты өте майда қылып сарымсақ турап алам. Болмаса үкіштің майда жағынан өткізіп алсаңыз да болады. Жүз 150 грамм сыр үкіштің майда жағынан өткізіп аламын. Мінекей, видеода көріп тұрғандарыңыздай жасаңыздар, өте дәмді шығады. Жұмыртқаны да үкіштің майда жағынан өткізіп аламын. Ой пікіріңізді комментарий бөлімінде қалдырып қойыңыз. Енді осының үстіне майонез саламын, дәміне қарай тұз, қарабұрыш салып бәрін араластырамын жақсылап. Сосын жаңағы укропымды турап аламын. Енді елканың формасын келтіріп, жасап дайындап аламын да, укропқа бір айналдырып, аунатып алып, осылай шетінен істеп алған салатымды бәрін түгел укропқа аунатып, әдемілеп, жақсылап, тәрелкеге салып, енді салатымды сәндейтін боламын. Ол үшін маған гранаттың дәнектері қажет болады. Осылай салатымды сәндеп аламын. Видеомды соңына дейін қарағаныңыз үшін сізге көп рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басқаныңыз үшін рахмет. Каналымда келесі кездескенше аман сау болыңыз. Келе жатқан жаңа жылыңыз құтты болсын. Әрбір отбасына келе жатқан жыл құтты жыл болып кірсін. Амандықта, саулықта болыңыздар.